Батыс Қазақстан облысы туризмінің интерактивті картасы таныстырылды. Жайық жерінің тарихи мәдени орындары туралы ақпарат жинақталған тың жоба рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жүзеге асқан. Танымдық бағдарлама туризм саласын дамытуға қалаберді тарихшы археологтар үшін таптырмас дүние. Бұдан былай шежірелі өлкенің бай мұрасын үйден шықпай-ақ арнайы қосымша арқылы көріп білуге болады. 3D форматында виртуалды түрде аралап, танысуға да мүмкіндік бар. Интерактивті картаға әзірге Қазақстанның киелі жерлері тізіміндегі өңірдің 7 тарихи мәдени нысаны енгізілген. Жобаны әзірлеуге мамандар 1 жыл уақыт жұмсапты. Қазір Бөкей-Ордасы ауданының электронды картасы дайындалған. 3D принтинг, 3D саласына көп назар аударуда. Сондықтан мына цифрлы Қазақстан жобасы бойынша көрсетілген осы функционалды жобалардың бәрі қолымыздан келеді. Осы виртуалды турдың ішіне 3D мәтінді 3D форматта қарайтындай модельді экспонатты жүктеудің скриптін жазып қолға алды. Бүгінгі бағдарламамыз былай толықтай жаңағыдай идеалды режимде жұмыс жасайды деп ойлаймын. Мысалы келген турист жаңағыдай белгілі бір траектория арқылы қай бір жерге барғысы, музей болсын, мектеп болсын, жаңағыдай мәдени жаңағы салалар жағынан мекемелер болсын, соны іздеп тауып алып, автобус болсын немесе басқа да кемемен осы бағдарлама есептеп береді. Интерактивті картада тарихи мәдени нысандарға шолудан бөлек мәтіні дыбыспен, әуенмен сүйемелденеді. Алдағы уақытта бағдарламаға тағы 32 киелі нысан енгізілмек. Бүгінгі таңда Батыс Қазақстанда қандай біздің жаңағы қонақтарға көрсететін орындардың барлығын біз осы виртуалды турға қосатын боламыз. Бұл біріншіден не керек? Біріншіден жаңағы біздің облысымызға келетін қонақтарымыз бар, облыс тұрғындары бар, сол кісілерге жаңағы қай жерге баруға болады, қай жерде жаңағы өзінің жоспарын алдын ала құрып, сол мекендерді барып өз көзімен көруге болады. Визит Уральск KZ сайты өткен жылдың тамыз айында іске қосылған. Бұл туризм саласын цифрландыруға бағытталған еліміздегі бірегей бастама. Келешекте жобаны теміржол вокзалы мен әуежайларда қолжетімді ету көзделіп отыр. Гүлдана Юпова, Рүстем Ишанов, Нұртай Батырғали, Ақжайық арнасы.